Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әйеліме ие бола алмай қалдым. Үйленгеніме небәрі 2 жыл болды. Әйелім де, мен де қарапайым шаңырақтан шыққанбыз. Жеке үй алуға мүмкіндік болмаған соң, әке-шешеммен бірге тұрдық. Мен ауылдағы орта мектепте мұғаліммін. Әйелім жұмыссыз. Ауыл ғой, қайдан жұмыс болсын. Бірақ домбыра, гитараға мықты. Тәп-тәуір әншілігі де бар еді. Бірде әйелім ауылдағы бір тойда жұрт қолқалаған соң гитарамен ән салып берген. Сол тойда Шымқаладан келген бір келіншек отырған. Сол келіп әйеліме жатты да жабысты. Ауылда қор болып жүрсің, менімен жүр. Менің биші қыздарым бар. Солармен бірге жүріп, Шымкенттегі тойларда ән саласың. Ақша ағылып өсіп келеді. Bir жылда үй аласың, қатқан көлік мінесің. Мына әніңмен, мына сұлу сымбатты түріңмен қашанға ауылдың шаңына батып жүре бересің. Дөкейлердің көзіне түсесің, жағдайың жаман болмайды, демесі бар ма? Содан кейін-ақ әйелімнің дегбірі кетті. Мен де ойландым. Ақыры әйелімнің әлгі келіншекке қосылып ән салуына қарсы болмадым. Несі бар? Көрейік деп шештік. Шымқала ауылымыздан алыс емес. Телефон арқылы жиі хабарласып тұратын болып, әйелім жүріп кетті. Алғашында жаман болған жоқ. Әйелім бір аптада біраз ақша тапты. Қазіргі Шымкент ән мен жырдың, той мен томалақтың мекені ғой. Тойдың түрі көп. Екеуміз екі жақта жүргеніміз дұрыс болмас. Жұмыстан шық, Шымкентте пәтер жалдап тұрайық. Қалғанын амалдай жатармыз деді. Жұмыстан шықтым. Пәтер жалдадық. Содан бастап Құдай атты. Күнде той, тойшыл әйелім тіпті түнде үйге қонуды да қойды. Қайдасың десем, ана тойда, мына дөкейдің тойындамын дейді. Көңіліме күдік кірді, бірақ не істей аламын. Әйтеуір үйге ақша келіп жатқан соң үндемедім. Ал әйелім енді құлпырып кетті. Көйлектен көйлек, киімнен киім алды. Тойда керек деп қояды. Денесін жалаңаштап, барған сайын қысқа киетін болды. Онсыз да сымбатты денесіне жарасып, сұлулығын аша түсті. Bir күні түнде әйелімнің даусынан оянып кеттім. Ұйқысырап жатыр екен. Қойшы, Сәкен аға, күйеуім бар. Ұят емес пе? Қойыңызшы, деп қояды. Жұлқып ояттым. Не деп жатырсың? Сесенің кім? Деймін ғой. Сен де, адамның түсіне не кірмейді? Қайдағыны айтпашы деп аунап түсті. Содан бастап тіпті жаман болдым. Әйелім кейде тойларынан таң ата келеді. Бір-екі рет дәу қара джиппен түсіп жатқанын көрдім. Өкіндім. Баяғыдай мен мұғалім, әйелім үйде отырғаны әлде қайда жақсы екен. Сол күндерді сағынатын болдым. Бірде үйленгенімізге біраз болды. Bir жыр еткен керек емес пе деп едім. Қазір бала туатын заман ба? Спираль салдырып алдым демесі бар ма? Кімнен, не үшін қорғанбақсың деп едім. Саған бәрібір емес пе деп дүңк етті. Ақыры әйеліме ие бола алмай қалдым. Өзге жақта жиі қонып қалатын болды. Сонда ғана түсіндім, ол енді маған әйел болмайтынын. Елдің алдында жартылай жалаңаштанып, билеп, ән салып жүрген әйелге әр еркектің көзі түсетіні белгілі. Ал ақшалы дөкейлер үшін менің әнші әйелім ойыншық. Бірақ оны түсініп жүрген ол жоқ. Әркімнің құшағында ұшып-қонып жүре береді. Ақыры ажырастық. Енді әйеліме ақша тап, әнші бол дегеніме қазір қатты өкінемін. Сондықтан өзім секілді кей жастарға айтарым, әйелің әнші болмасын, менің тағдырымды қайталамаса екен.